Ұлыбританияның қаржы министрі Джордж Осборн мемлекеттің Еуропалық одақтан шыққан жағдайдағы экономикалық ахуалы қандай болатынын мәлімдемек. Министр баяндамасының алдын ала жарияланған үзінділеріне сәйкес, Ұлыбритания одақтан шықса, экономиканың баяу әлсіреу салдарынан болған бюджет тапшылығын толтыруға тура келеді. Сондықтан мемлекет алдағы 4 жылда 30 миллиард фунт стерлинг табуы қажет. Осборн бюджет тапшылықтарының орнын салықтарды көтеру арқылы толтыруды көздейді. Базалық табыс салығы 2%, мұрагерлікке қалдыру салығы мен алкоголь және бензин акциздері 5%-ға қымбаттауы мүмкін. Сондай-ақ Осборн Ұлыбритания Еуропалық одақтан шықса, мемлекеттің денсаулық сақтау, қорғаныс, білім беру, полиция және транспортқа кететін шығындары азаятынын айтады. 20 маусым күні Ұлыбританияда Еуропалық одақтан шығу туралы референдум өтеді. Егер одақтан шығу туралы шешім қабылданса, Еуропалық одаққа төленетін 8 миллиард фунт стерлинг мемлекеттің өзінде қалады. Ал одақтан шығуды қолдайтын азаматтар бұл қаржы әлеуметтік қажеттіліктерге жұмсалады дейді.